Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдарман? Әңгіме басталмай тұрып, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Жеңісбек Көкенов. Шұбар аяқ. Таңертең жылы төсекте шырт ұйқыда жатқам. Бағанадан бері денемді сипалап жатқан алақанның жыбырынан оянуға тура келді. Жастықтан басымды көтеріп көзімді ашсам, апам екен. Біраз уақытқа дейін ұйқымды аша алмай есінеп отырдым да, теріс бұрылып қайтадан жатып қалдым. Апам мені қайтсе де оятып алудың амалын жасап, «Тұра ғой балам, тұра ғой», деп арқамнан қайта-қайта сипалап қойды. Бұдан ары жата берудің жөн емес екенін біліп, жастықтан басымды қайта көтеріп тұрып едім, шашымнан құшырлана бір иіскеді де, бетімнен шөп еткізіп сүйіп алды. Қатты еркелеп кетіп, орнымнан атып тұрдым. Үйге киетін киімдерімді шетке ысырып қойып, жаңа киімдерімді кигізіп жатыр. Бір жаққа баратынымды сезіп-ақ тұрмын. Бұлай дейтінімнің өзіндік себебі бар еді. Апам мені қыдыртатын кезде осылай әдемі киіндіре бастайтын. Бірақ той-томалақтарға бет албаты ерітіп бара бермейтін. «Апа, қайда барамыз?» дедім. Шешемді апа дейтінмін. «Қалқа шалдың үйіне». «Не үшін?» «Шұбар аяқтан дәм татып келеміз». «Шұбар аяқтан деген не?» «Шұбар аяқтан деген балам, ата-бабаларымыздан келе жатқан көне тостаған, ағаштан жасалған, өте қасиетті ыдыс». Апам менің сұрақтарыма жауап бере жүріп, жатқан орнымды жинастыра бастады. Сондай шапшаң қимылдайды. Үйді толықтай жинастырып болысымен, қалқа шалдың үйін бетке алып жүріп кеттік. Бұл кезде торайғырдың жазығына күннің көзі тегіс түскен. Наурыз айының ортасы болса да, қыстың әлі ызғары бар. Түлкі тымақтың бауын тарта байлап, пальтомның бір-екілі ағытулы қалған түймелерін салып қымтана түстім. Апамның астындағы жорға жиренат еш тайсалмастан жүйткіп келеді. Жануардың жүрісі майда, ат шаптыратын су жорға еді. Әкем ол атты өзінен басқа ешкімге бермейтін. Бүгін қалайша апам екеумізге бүйрегі бұрып бере салғанын білмедім. Бар білерім, бүгін біз ұзақ жол жүретін болған соң берсе керек. Ал менің астымдағы болса, арамғатқыр қара есек. Ит арамғатқыр сазайымды тартқызып-ақ келе жатыр. Атпен бірге қатарласып жүрейін деп қамшыны бассам, жер ескелей желіп келіп, тоқтай қалып мөңкиді. Қара есектің әжептәуір жүрісі бар, жүрсе жүреді-ақ. Бірақ сол жүріспен жүріп келе жатқан ол жоқ қой. Мені өзінше баласынып келе жатыр. Оның бұл қылығына қатты ашуланып кетіп, қамшыны үсті-үстіне салып жібердім. Жер ескелей желіп келе жатты да кілт тоқтай қалып, бағанадан бетер қатты мөңкіді. Құйрығым көкке көтеріліп, ер тоқымнан ауып түсіп қала жаздадым. Бойымды үрей билеп кетті. Құдай оның бетін ары қылсын, егер аяқ асты есектен құлап, тікенекті сайдың қатпар-қатпар бұжыр тастарына бетпен түссең, біттім дей бергін. Екі аяғың ер тоқымның үзеңгісіне кетіп сүйретілер болсаң, үсті басыңның сау тамтығы қалмас. Осыны ойлаған мен есектің басын жайлап тартып келе жатырмын. Өзім әрең келе жатсам, апам маған жымиып күліп қарап тұр екен. Ашуланып кеттім. Адам өзі зорға келе жатса, күлген несі? Қасына бардым. Үндеген жоқ. Қатарластырып алып ертіп келе жатты да, ештеңе жоқ, әлақ үйреніп кетесің деді. Есекке мінуді үйрендік қой. Бірақ бұрын соңды бұндай ұзақ жолға шыққан емеспін. Селкілдеген жүрістен ішім ауырып кеткесін, ер тоқымның екі үзеңгісіне аяғымды тіреп тұрып келемін. Ал апам болса, бағанағы мен сұраған шұбар аяқ жайлы айтып келеді. Оның бірін тыңдап келе жатқан мен жоқ. Есіл дертім есектен құлап қалмасам екен деген қорқыныш. Осындай ауыртпалықты бастан өткізіп келе жатқанда, алдымыздан қалқа шалдың үйінің төбесі көрінді. Қуанып кеттім. Қуанғанымнан жол жөнекей көрген қиыншылығымды ұмытып та кеттім. Үйге қарай жақынырақ барған соң, апам сақтықтың шарасын жасап, «Кім бар ей?» деп айғай салды. Айналамаң құлаққа ұрған танадай тып-тыныш. Үйден ешкім шыға қоймаған соң, жайлап басып қора жанына келдік. Мініс көлігімізді қоршау шарбаққа байлап жатыр едік. Үйдің сыртқы есігінен қалқа шалдың кемпірі шықты. Неге екенін білмеймін. Бұл кісінің атын ешкім айта бермейді. Бүкіл ауыл шалының есімімен атағандықтан, біз де солай деп атап кеткенбіз. Сол себептен біз де шалының есімімен атағанды жөн көрдік.
Қалқа шалдың кемпірі басына орамалын жүре байлап, қасымызға келген соң бірақ таныды. Жаңылтпаш, сен екенсің ғой. Аман есенбісің? Қайдан? Үйден келемісің? Келіңдер, үйге жүріңдер. Ұлыңды ертіп жүр екенсің ғой. Ой, айналайын, келші бері деп бетімнен сүйді. Хал жағдайды сұрасқаннан кейін үйге кірдік. Газға шай қойылып, астымызға көрпе, алдымызға дастархан жайылып, үйдің іші өзгеріп сала берді. Қалқа шалдың кемпірі біз келмей тұрғанда істігіп отырса керек. Біз үйге кіргенімізде бұрышта тігін машинасы, құрақ көрпе, тағы басқа шүберек қиындылары шашылып жатты. Әңгімесін айта жүріп үйін жинастырғандай болды. Жүн түтіп көрпе жасап жатыр екенсіз ғой. Қолыңыз қуатты болсын, деді апам. Рахмет, қыздарымның төсек орны ғой. Үйде бос отқанша осыларды жасай берейін дегенім. Солар ертең бой жетіп ұзатылар болса дайын тұрғаны дұрыс қой. Көп кешікпей дастархан басына шай да келді. Екеуі қызылгүрең шайды сораптап ұрттап отырып, ұзақ сонар әңгімені жіберді дейсін келіп. Бір кезде апам мені қасына шақырып алып, Қалқа шалдың кемпіріне келген жайды айтып түсіндірді. Қалқа шалдың кемпірі сөзді аяғына дейін зейін қоя тыңдап алып, орнынан асықпай тұрып барды да сандығының үстіндегі көрпесін жерге түсіре бастады. Қалтасынан бір топ кілтті алып сандығын ашты. Сандықтың ішіндегі шүберектің қабат-қабат орауынан шұбар аяқты шығарып алып, алдымызға әкеліп қойды. Сосын апама қарап, тостағанды балаға таныстырайық деді. Сіз айтыңызшы. Жоқ, өзің айтқаның дұрыс болады деді. Апам шұбар аяқты алдыма жақынырақ қойып, біраз қарап үнсіз отырды. Не айтар екен деп тағатсыздана күтіп отырмын. Бір кезде маған бір қарап алып, бұл сенің Бертіс деген атаңнан келе жатқан тостаған деді. Сонау аумалы төкпелі заманда бастарында қанша қиыншылық өтсе де өздерінен бір елі тастаған емес. Бертіс ата өте бай, ауқатты кісі болған. Сол себепті ол үйден көптеген сері, батыр, әулие кісілер осы тостағаннан дәм татқан. Қонақтар кетісімен бүкіл ауыл пәленше деген кісінің сарқытын ішеміз деп Бертіс атаның үйіне жиналады екен. Содан бастап көпшілік осы тостағаннан дәм татуды әдетке айналдырған. Танымалдылығымен қатар қасиеттілігі де бар. Сырқаты бар адамдар да арнайы келіп дәм татқаннан кейін сауғып кеттік деп жатады. Арман тілектері бар адамдар да келеді. Міне балам, тостағанның қысқаша тарихы осындай. Бұл дүниеде ешкім мәңгі тұрмайтыны белгілі. Ертең біз қисая кетсек, бұл тостаған кейінгі ұрпақ, сендерге аманат. Есейіп ер жеткенде осылар естеріңде болсын. Ұмытып кетпе балам, деп сөзін аяқтады. Қалқа шалдың кемпірі бұл кезде дастархан үстіне ыдыстарын әкеліп қойып жатты. Бидайдан жасалған көжені тостағанға құйып алдымызға қойды да, өзі де бізбен бірге қатарласып отырды. Қолдарымызды жайып дұға қылып бет сипадық. Шұбар аяққа құйылған көжеден апам алдымен маған ішкізді. Ішіп отырып байқадым. Тостағанның бір-екі жері шытынап айырылған екен. Көп жыл болғаны білініп-ақ тұр. Оны қалқа шал ма, әлде басқа біреу ме, кім білсін. Әйтеуір біреу жапсарлап ұстатқан. Менен кейін қолына тостағанды ұстаған апам Бисмилля-рахман-рахим деп іштей бірдеңелерді айтып күбірлей бастады. Кейбір сөздеріме еміс-еміс естіліп тұр. Естуімше, апам өзінің іштей науқасынан айығып кетуін тілеп отыр. Осыдан кейін барып бұл жаққа неге келгенімізді білгендей болдым. Апам соңғы кездері жиі ауыратын. Сондай ауырған кездерінде жанын қоярға жер таппай қиналатын. Кейде аш кіріп қалғанда қолына бір уыс тұзды алып, өзін өзі ұшықтап емдейтін. Осындай кездерін мен жиі көретінмін. Енді міне, өзіне ем іздеп келген екен ғой. Бір нәрсені ішім сезгендей көңіл күйім түсіп кетті. Орнымнан атып тұрып, үйдің есігін айқара ашып сыртқа шығып кеттім. Сәлден соң артымнан іле-шала екеуі шықты. Қалқа шалдың кемпірі үйден алып шыққан тостаған толы тәттілерді қалтама салып жатып, ырым ғой, аталарының бірдеңесі қонып қалар деді апама қарап. Жұпархан, айтқаның келсін. Осылардың болашағы үшін шапқылап жүрміз ғой деді апам, қайтара жауап қатып. Қалқа шалдың кемпірі бізді біраз жерге дейін жаяу жүре шығарып салды. Одан бері көп жылдар өтті. Сол жылы жазда қойшылар жайлауға көшіп барды.
Салқын қымызды сыпыра ішкен қойшылардың екі беттері қызара бөрте қиқу салып, көкпар тартып жүр. Қыстайғы қу шөптен жалыққан малдар жайлаудың тіске жұмсақ көк шөбінен басалар емес. Тіпті ұзап та жайылмайды. Жаздың осындай жаймашуақ күндерінің көбі кетіп, азы қалған. Күз жақындап, ауыл балалары оқуға аттанарда, апам мені де оқытпақ болып, өзіменен бірге ауылға ала түсті. Мектеп табалдырығын имене басып, 1-ші сыныпқа бардым. Ауылда емес, аудан орталығында тұратын әпке жездемнің қолында оқитын болдым. Оқушы болғанымды сезініп, сабақтан қалмастан мектепке барып жүрдім. Күндер артынан күндер жылжып өте берді. Алғашқы сыныптастарыммен етене жақын араласып кеттім. 3-4 бала үй жаққа бірге қайтатынбыз. Сөйтіп жүргенде қараша айының алғашқы күні қаралы хабар келді. Алғаш естігенде абдырап қалдым. Аспан аударылып жерге түскендей. Көзім алды қарауытып кетті. Есімді жиғаннан кейін барып бірақ білдім. Апам сол науқасынан айыға алмай жарық дүниеден өтіп кеткен екен. Жүйрік уақыт зуылдап өте шықты. Араға жылдар салып, артынша қалқа шалдың кемпірі де қайтыс болды. Бұл күнде ауылға ара тұра барып тұрам. Өткен күнді еске алып, балалық балғын күндерді сағынып барам. Автобусты жолдың бойына тоқтатып қойып түсіп қаламын да, көшеменен үйге жаяу тартам. Қалқашал біздің көшенің бас жағында тұрады. Сол кісінің үйінің тұсынан өтіп бара жатып, шешем марқұмның көне ыдыстан дәм татқызғаны есіме түседі. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасын тауып келе жатқан 2,5 ғасырлық тарихы бар шұбар аяқ Қалқашалдың үйінде әлі тұр.